барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге болған Ерасыл 999 каналы. Бүгінгіде біз қиямет күнінің не екенін айтатын боламыз. Қиямет күні деген ол адамдар өледі ма, өлмейді ма, оны бір Құдай біледі. Қиямет күнінің қашан басталатынын ешкім де білмейді. Оны тек қана Алла тағала ғана біледі. Ал қиямет күні не деп ойлап отырсаңыздар, ол жақта тозаққа барған адамдар өмірде, тозаққа барған адамдар қайта тіріліп Алланың алдына барады. Ал жәннатқа барған адамдар сол жақта мәңгілікке өмір сүріп жүрер еді. Жәннаттың таза суы, керемет тағы керемет бұлақтары, өріктері өте керемет. Ал тозақта жанып жатқан от, ыстық лава бәрі бар. Ал қиямет күні нені білдіреді десеңіздер, қиямет күнінде сіздердің достар, осы мен көріп отырған подписчиктерім, осы 514, 500 өте көп подписчиктердің бәрі сол қиямет күніндегі мынау әлем, тіпті жердің өзі жойылып кетіп, бәрі осы 7 миллиард адам Алланың алдына барады. Бұл өте қорқынышты. Кім жамандық жасады, кім жақсылық жасады, оның бәрін Алла біліп тұрады. Оң жағымызда ақ періште, сол жағымызда да ақ періште. Мультфильмде көретін боларсыздар. Оң жағында ақ періште, сол жағында шайтан деп. Бірақ ол өтірік. Екі оң жағында да ақ періште. Оң жақтағы періште өзіңіздің жасаған жақсылықтарыңызды жазып тұрады. Ал сол жақтағы періште өздеріңіздің жамандық жасаған қателіктерін жазып тұрады. Кешіріңіздер достар. Және де достар, қиямет күні деген оны ешкім де білмейді. Оны тек қана Алла тағала біледі. Ал сіздермен бірге болған Ерасыл 999 каналы осы видеоға лайк басып, коммент жазып, подписка етуді ұмытпаңыздар. Егер де сен досым, сен мені бірінші рет көріп тұрсаң, онда бірден видеоны бастамай тұрып лайк басып, комментке жазып, жақсы комменттер жазып, тек подписка етуді ұмытпа. Менің видеомды көрмей тұрып, ал сіздермен бірге болған Ерасыл 999 каналы. Ал қош сау болыңыздар.